Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Мен бүгін сіздерді өзімді көптен бері бір мазалап жүрген ой деймін, бұл мәселе деймін, бізбен бөліскім келіп отыр. Жалпы мен өзім жазғы демалысымды өте тиімді өткіздім деп айта аламын. Себебі 6 апта бойы Старт Академиясы ұйымдастырған педагог про үйрететін ұстаз деген курсын өткен болатынмын. Жалпы бұл курстың мазмұнына қысқаша тоқталсам, ол негізі 21 ғасырдың оқушысы қандай болу керек, жалпы 21 ғасырдағы оқушының бойында қандай дағдылар болу керек, үйрену қабілетінің мәніне, оқушыға үйрену қабілетін оқушының бойында қалай қалыптастыру керек деген секілді мәселелер, сондай-ақ сабақтың дизайны, яғни оқушының өзекті қабілеттерін шыңдайтын сабақты құрастырудың тәсілдерін меңгердік десек болады. Яғни сабақтың архитектурасы бастан бастап соңына дейінгі барлық кезеңді талдадық, талқыладық. Енді міне алдымызда қыркүйектің қақпасын қағып тұрмыз. Қарағанда менің әдістемелік қоржыным барлық керек әдістемелермен, әдіс тәсілдермен, теориялық ақпаратпен барлығымен толыққан секілді еді. Мынандай нәрсе ғой, мысалы, біз көбінесе айтамыз, оқушылардың ынтасы жоқ дейміз. Менің түсінгенім жалпы сабақтың алтын кезеңі барлық мәселені шешетін кезең екен де. Ал енді сол сабақтың алтын кезеңі мені толғандырып жүр. Себебі алдында отырған 25-24 оқушыны, оларды сабаққа ынталандыратын, оларды білім алуға құлшындыратын кезең бұл сабақтың алтын кезеңі. Егер сабақтың алтын кезеңі туралы мәліметтерді білгіңіз келетін болса, комментарийға жазыңыз. Мен сіздерге ол туралы ақпараттар беретін боламын.